Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен. Даналық сөздер арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі топтамамызды бастайық. Ақылды өз қатесін түзеуге тырысса, ақымақ өз қатесін ақтауға тырысады. Түптің де түбі бар. Бір жақты шешім қабылдама. Кінәліні тапқың келсе, екеуінен де жауап ал. Қайғы келген жерге қуаныш та келеді. Терең өзендер үнсіз ағады. 10 жаста данышпан, 20-сында кемеңгер, 30-дан кейін қарапайым адам. Егер мәселені шешуге болатын болса, оны уайымдаудың қажеті жоқ. Ал ол шешілмейтін мәселе болса, қанша уайымдасаң да пайда таппайсың. Бір ауыз жылы сөз 3 ай қыста жауратпайды. Қарапайым адамдар болмаса, ұлылар да болмас еді. Кеткісі келгенге жармаспа, есік қаққанды қума. Әйел қаласа жартасты да жарып өтеді. Ауыздан шыққан сөз бүкіл әлемді шарлайды. Төсегінде, жылы жерде жатып, ешкім сүрінбейді. Баланы еркелету оны тастап кеткенмен тең. Балшықты ұрсаң, өзіңе шашырайды. Бәрі нөлден басталады. Ертеңін ойламағанның бүгіні де оңбайды. Кездесу қоштасудың бастауы. Тәкаппарлар бақыттың дәмін кеш сезеді. Әйелі жаманның 60 жылдық азабы бар. Уақытты ешқандай бөгет те тоқтата алмайды. Егер ұлыңды жақсы көрсең, оны ұзақ сапарға жібер. Ақша ата-ананы баласымен де ұрыстырады. Ақылсыздық жайлаған жерде, ақыл өзін жасыруға мәжбүр болады. Балшы өз тағдырын білмейді. Иілуді үйренбесең, түзелуді білмейсің. Көп нәрседен құр қаласың. Жаман қожайын арамшөп өсіреді. Жақсысы күріш өсіреді. Ақылды қожайын топырағын құнарландырады, ал ұзақты көретін адам ғана бағбан тәрбиелейді. Адамның тәрбиесі оның шыққан тегінен де маңызды. Аузымыз біздің ауруымыз бен бақытсыздығымыздың себепшісі. 40-та ақылы кірмегенге енді үміт артпай-ақ қой. Өтірік айтатын адам ұрлық та жасай алады. Теңіздің ұлылығы майда өзендерді бауырына басатындығында. Ерлі зайыпты жандар бір-біріне қол мен көздей болсын. Қолың ауырғанда көзіңе жас келеді. Ал көз жылағанда қол оның жасын сүртеді. Ренішті есіңде көп сақтайсың ғой. Дәл сол сияқты қуанышты да есіңде ұзақ сақта. Ата-анасы жұмыс істеп, өмірдің рахатын олардың балалары көрсе, онда олардың немерелері кедейлікке ұшырайды.
жақсылық та, жамандық та сенің жүрегіңде. Жеңілу қорқынышты емес, күресуді тоқтату қорқынышты. Мәңгілік гүлдейтін ештеңе жоқ. Бәрі де өз уақыты келгенде солғын тартады. Өмірдің мәнін іздеген адам оны әлбетте жоғалтады. Сені ешкім ренжітпегенін қалап тұрсаң, өзің де ешкімге ренжіме. Ақымақтан қауіпті дұшпан жоқ. Жеңіс өзгелерден жарты сағат артық шыдаған адамға тиесілі. Қолыңнан келген нәрсенің бәрін істе, ал қалғанын тағдырға тапсыр. Жай ғана ерлі зайыпты болу аздық етеді. Бір-біріңізге дос және көңілдес болыңыздар. Өйтпеген жағдайда жаңаға айтқандарды сырттан іздейтін боласыздар. Егер де сіздің жіберген қателігіңізді түзететін мүмкіндігіңіз болса, демек сіз қателік істеген жоқсыз. Адамның сәні ақылында, ақылдың сәні сабырында, сабырдың сәні батылдықта, батылдық сәні мейірімділікте. Өмірде кездескен барлық жақсылықты жүрегіңізге сақтап қойыңыз. Ал барша жаман естеліктерді суға ағызып жіберіңіз. Ешқашан деген сөзді айтпаңыз. Себебі уақыттың тез өтетіні соншалықты, бұл өмірде ештеңе өзгеріссіз қалмайды. Сіздермен бірге болған даналық сөздер. Қазақ тіліндегі YouTube контентінің дамуына өз үлесіңізді қосқыңыз келсе, видеоға лайк басыңыз. Жақындарыңызбен бөлісе отыруды да ұмытпаңыз. Келесі видеоларда кездескенше, қош сау болыңыздар.